Сәлем достар, біз бүгін бір жасағаннан шығатын ұйғыр самсасын жасаймыз. Құрғақ ыдысымызға 500 грамм ұн өлшеп аламыз. Оған 200 грамм сары майды салып, корж жасаймыз. Осы коржымызға жарты шай қасық содамызды, жарты шай қасық тұзымызды қосып араластырамыз. Енді бір жұмыртқаның ағуызын және де 50 грамм қаймағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді бір дана жұмыртқамызды толықтай қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Қамырымызды майда бөліктерге бөліп, жаямыз. Ішіне салмасын салып, самсаны бөгеміз. 200 градуста қызып тұрған пешімізге 30 минутқа салып пісіріп алдық.